Ақмола облысы Ерейментау ауданы Ерейментау қаласының Насыр Смағұлов атындағы мектеп-лицейінің қазақ тілі мен әдебиеті мұғалімі Тауқұдіретова Жанар Алгалиевна. Сөз өнері өзінің атында тұрғандай, шәкірттің оқығанын, көргенін, сезгенін, ұққанын, одан қандай әсер алғанын, қалай қабылдағанын, ойына не түйгенін, қандай тәлім-тәрбие алғанын, бүкіл жан дүниесінде не болып жатқанын сиқырлы қалам мен дәптер бетіне сырлы сөздер арқылы жазып бере алады. Сол жазылған сырдың мәнін ұғып, жан дүниесінде не болып жатқанын біліп, дер кезінде қол ұшында бере білсең, міне, менің кәсіптік шеберлігімнің нақты көрінетін тұсы осы деп ойлаймын. Мектептегі сабақ беру әдістемесіндегі диалогтық оқытудың маңызы үлкен. Сабақ барысында оқушы мен оқушы, мұғалім мен оқушы арасында жүргізілген диалог оқушылардың қызығушылығын, танымын арттырады. Менің әдістемелік тақырыбым диалогтық оқытуды қолдану арқылы оқушылардың сауатты сөйлеу және жазу дағдыларын дамыту. Мақсаты оқушылардың өз ойларын, идеяларын, көзқарастарын сауатты дәлелдеуге, жеткізе білуге дағдыландыру. Міндеттері: диалогтық оқыту арқылы оқушылардың пәнге деген қызығушылығын арттыру, оқушы мен мұғалім арасындағы сенімді қарым-қатынасты қалыптастыру. Диалогты оқытуды таңдаған себебім: менің пәнім қазақ тілі мен әдебиеті болғандықтан, баланы сауатты сөйлеуі мен жазуына көп көңіл бөлу және баланы сыни тұрғыдан ойлауға үйретудің бірден-бір тиімді тәсілі деп ойлаймын. Сұрақ қою маңызды дағдылардың бірі болып табылады. Себебі сұрақ дұрыс қойылған жағдайда сабақ берудің тиімді құралына айналады. Және де оқушылардың білім алуына қолдау көрсетіп, оны жақсарта және кеңейте алады. 5-ші сыныпта Ыбырай Алтынсариннің «Дүние қалай еттен табылады» әңгімесінде оқушылар сұрақ қою арқылы тақырып бойынша өз пікірлерін білдіреді және түсіндіреді. Біріншісі, Антон неге адамдардан қайысады? Меніңше, олардан қалайды еңбектеніп, еңбектеніп келмеді. Сұраққа қанағаттанамыз ба? Жақсы, тамаша. Екінші сұрақ, екінші топ сендерге арналады. Неге әңгіме қалай етсенде болады деп ойлаған? Менің ойымша, Ыбырай Алтынсарин бізге өзі айтқысы келген, біз өзімізге өзіміз азық табып жұмыс істеп, өзімізден сұрау керек деп ойлаймыз. Өте керемет сұрақтарды қотыра қойды. Екінші топ бізде Зинасен тобы болады. Кім шығады? Дамира шығады. Менің ойымша, Антон еңбек арқылы жетістікке жетті. Сенің ойыңдайыз, Антон еңбек арқылы жетістікке жеткен аяз. Менің ойымша, бұл мәтіннің авторы Ыбырай Алтынсарин. Ерасыл айта ғой. Сенің ойың дұрыс, бұл мәтіннің авторы Ыбырай Алтынсарин. Жоғарыда айтып өткендей, диалогтық оқыту оқушылардың білім деңгейінің өсуіне де үлес қосады. Алдарында көрсетіліп отырған диаграммадан қазақ тілі және қазақ әдебиеті пәндерінен соңғы 3 жылда білім сапасының өскенін көреміз. Өз іс тәжірибемен республикалық, облыстық, аудандық семинарлар мен конференцияларда, басылымдарда бөлісіп тұрамын. Атап айтатын болсам, 2022 жылы Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі және Алтынсарин атындағы ұлттық білім академиясы ұйымдастырған тұрақты даму мүддесіне сәйкес үздік білім беру жаңа міндеттер халықаралық ғылыми-практикалық конференциясында Ыбырай Алтынсарин шығармаларын 5-ші сыныпта оқыту тақырыбында баяндама оқып, алғыс хат және сертификат иелендім. Республикалық қазақ тілі мен әдебиеті журналында өз тәжірибеммен тұрақты түрде бөлісіп отырамын. Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі өрлеу біліктілік арттырудың ұлттық орталығы, Ақмола облысы бойынша педагог қызметкерлердің біліктілігін арттыру институты, рухани жаңғыру идеясы аясында қазіргі қоғамның мәдени құндылықтары мен дәстүрлері облыстық ғылыми-практикалық конференциясы мақалалар жинағында ұлттық құндылықтар сабақтатты баяндамам жарияланды. Бала балғын тал, ересек адам бағбан. Бұл әр халықтың ғасырдан ғасырға келе жатқан қағидасы. Сондықтан баланың ана тіліне деген сүйіспеншілігін тәрбиелеп, бала жанын небір жақсылық нәрімен суару, оны өсіруші, тәрбиелеуші әрбір ұстаздың мұраты. Ендеше сол аялаған талдай алдымызда отырған балаларға біліктілік пен білім беру біздің құзыреттілігімізді, білімдарлығымызды білдіреді.